Сәлеметсіз бе балалар? Бүгін біз сіздермен жаңа тақырып еліктеу сөздерін өтеміз. Ережеге мән береміз. Қазақ тілінде еліктеу сөздердің екі түрі бар. Еліктеуіш сөз, бейнелеуіш. Бұл не деген сөз? Жақсылап түсінуге тырысыңыздар. Дыбысқа еліктеуден пайда болған сөздерді еліктеуіш сөздер. Яғни біз есіткенде кейбір заттарды оның қалай істегенін өзімізше айтып көреміз. Мысалы, сырт айтайық. Жаңбыр сырт жауды, оның сырт жауғанын біз құлағымызбен естіттік. Сондай сөздерді еліктеуіш дейміз. Еліктеу сөз, соның ішінде еліктеуіш. Екінші түрі бейнелеуіш, яғни біз оны көру арқылы сипаттаймыз. Мысалы қараңыздар. Маң, жарқ-жұрқ. Айтайық. Найзағай жарқ-жұрқ етті. Біз оның жарқ-жұрқ еткенін есітіп білдік пе, көріп білдік пе? Әрине, біз оны көріп білдік. Егер біз көрген құбылысты айтсақ, онда біз бейнелеуіш дейміз. Ал есіткен құбылысты айтып отырсақ, оны еліктеуіш дейміз. Сіздерге кітаптың 123-ші бетіндегі 48-ші тапсырма берілді. Ол оңай, артық сөзді табасыздар. Келесі, мен сіздерге 49-ші жаттығуға тоқталғым келіп тұр. Қараңыздар, 49-ші жаттығуда сөздер берілген, еліктеу сөздер берілген. Сол еліктеу сөздерді біз екі топқа бөліп жазуымыз керек. Бірінші топқа көру арқылы жасалған бейнелеуіш сөздер. Енді мына сөздерді қараймыз, қайсысын біз көреміз? Мысалы, бірінші сөзді алайық. Бүрсең. Түбірі не? Бүрсең. Бүрісіп жүру, солай ма? Бүрісіп жүрген адамды, бүрісіп жүрген жануарды біз көреміз бе, әлде есітеміз бе? Әрине көреміз. Сондықтан міне көру арқылы жасалған бейнелеуіш сөздер дейді. Міне бүрсең деген сөзді алып келіп мына жерге жазамыз. Енді екінші топқа есту арқылы жасалған еліктеуіш сөздерді. Мысалы айтайық, ең соңғы сөздерге қараңыздар. Қытыр. Мысалы, сен үйде ұйықтап жатқан кезде төсектің астынан қытыр еткен дыбыс естілді. Қытыр дыбыс. Сол дыбысты сен көріп білдің бе, әлде құлақпен естіп білдің бе? Әрине құлағымызбен естеміз. Ендеше біз оны мына жерге жазамыз. Есту арқылы жасалған еліктеуіш сөздер деген жерге жазамыз. Сол сияқты қалғандарында оқисыздар да, осылай екіге бөліп жазасыздар. Келесі тапсырма 124-ші беттегі 51-ші мәтін. Мәтінді түсініп оқимыз. Құйын, айран, асыр, ағыл-тегіл сөздердің мағынасын анықтаймыз. Кітаптың соңғы бетін көреміз, немесе өздеріңіз пайымдап, немесе интернетті алып іздеуге болады. Енді қарамен жазылған сөйлемдерді еліктеу сөздер бар сөйлемдерге айналдырып жазуымыз керек. Мысалы, құйын соғып өтті. Ол үшін бізге мынандай сөздер беріп тұр, қараңыздар. Алай-дүлей, тырс, жарқ-жұрқ. Бірінші осы сөйлемдерді қарап аламыз. Біріншісінде құйын соғып өткен туралы айтқан, екіншісінде алғашқы ауыр тамшыларда сіркіреді, үшіншісінде найзағай жарқылдап күн күркіреді. Ең бірінші қайсысын сен түсінесің, соны да жазуға болады. Мысалы, жарқ-жұрқ құйынға қатысты ма, алғашқы ауыр тамшыларға қатысты ма, немесе найзағайға қатысты ма? Ойлан. Тырс. Бұл қайсысына қатысты деп ойлайсың? Ауыр тамшыларға ма, құйынға ма, әлде найзағайға ма? Алай-түлей. Оны да осы үш сөйлемнің қайсысына қатысты екенін ойлап, пайымдап, ақырын, асықпай ойланып, сосын оны дәптерге жазасыздар. Сау болыңыздар.